Сәлеметсіз ме оқушылар, 20 сабақты бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы жақсы деген немене, жаман деген немене. Сабақтың мақсаты сюжеттің дамуын болжап, себебін түсіндіремін, кейіпкерлердің іс-әрекетін бағалаймын. Дәлелде. Бірінші тапсырма, сурет мазмұны бойынша өз ойыңды айт, дәлелдеп түсіндір. Балалар бақтан шие ұрлады. Шие ұрлаған кезде бұтағында сындырып кетті. Балалардың бұл жасаған іс-әрекеттері дұрыс емес. Пікіріңді айт. Балалардың қандай жағымсыз қылықтары бар? Балалардың жағымсыз қылықтары олар бақтағы ағаштарды жеп, қарындары тойған соң бұтағын сындырып кетуі. Ол балалардың жағымсыз іс-әрекеттері болып табылады. Бердібек Соқпақбаев, балалар жазушысы, Алматы облысы Нарынқол ауданы Қостөбе ауылында дүниеге келген екен. 16 жасар чемпион, балалық шаққа саяхат, менің атым Қожа, жекпе-жек тағы басқа халыққа кеңінен танымал шығармалардың авторы. Түсініп оқы, шал мен бала. Трамвай қоңырауын шылдыр-шылдыр еткізіп, қала шетіндегі ең соңғы аялдамаға тақалды. Жұрт орындарынан түрегеп есікке қарай бейімделді. Орта тұста отырған бүкірлеу, қаба сақал, кішкентай шал да трамвайдың әбден тоқтауын күтпей, имек бас таяғына сүйеніп, ілгері қарай жүрді. Бір қолында тағам салған сөмкесі. Кенет трамвайдың жүрісі күрт баяулағанда шал ілгері лықсып құлай жасады. Бұның арт жағына таман тақырбас кішкене бала тұр еді. Ол шалдың қолтығынан шап беріп ұстап үлгерді. Рахмет, балам. Әлгі бала шалды трамвайдың басқышынан да демеп сүйеп түсірді. Ол көз байланып қалған кешкі мезгіл еді. Әлгіндегі долы нөсерден кейін жер беті шалшық суға толып, лайсаң батпақ болып қалған. Бұлтты аспан әлі де сыз бүркіп түнере салбырап тұр. Шал көлкіп жатқан судан қорынып, қалай қарай аяқ басарын бағдарлай алмай тұр. Ата, бері қарай жүріңіз, деп жаңағы бала шалды қайтадан келіп қолтықтады. Сөмкеңізді маған беріңіз, мен алып жүрейін. Бейтаныс баланың көргенділігі шалды сүйсіндірді. Сен қай баласың? Мен сіздің үйдің жоғарғы жағындағы көшеде тұрамын. Сіздің Сашаңыз екеуміз бірге бір сыныпта оқимыз, деді бала. Жарайсың, балам. Азық-түлік алайын деп базарға барып едім. Күн жауып кешігіп қалғаным. Ал менің Сашам қалай оқиды, соны айтшы. Жақсы оқиды, сыныпта тыныш отыра ма? Тәртіп бұзбай ма? Жоқ, міне солай болу керек. Тәртіпті болып жақсы оқу керек, деп әңгіме соғып келеді. Осында біздің көшеде тәртіпсіз балаларда жоқ емес. Бөтен біреудің бауынан шие ұрлайды. Шиенің өзін ғана үзіп алса ештеңе емес қой. Бұтағымен қоса сындырып әкетеді. Әнеу күні біреуін аңдып тұрып, ағашқа енді өрмелей бергенде ұстап алайын деп едім, секіріп түсіп ұстатпай кетті. Мына сен секілді ақылды балалар оларға айтулары керек. Оларың тәртіптілікке жатпайды, ұят қылып. Ұрлық жақсы адамның кәсібі емес деп ұялтып қызартулары керек, солай емес пе? Иә, деп бала міңгір еткен болды. Осы кезде бұлардың алдынан бір бала қараңдап шыға келді. Ол шалдың немересі Саша еді. Атасын күтіп алмақ болып, трамвай аялдамасына қарай кетіп бара жатқан. Үшеуі шалдың үйіне дейін бірге жүріп келді. Ал ата, қош болыңыз, деп бала шалға қош айтысты. Рахмет, балам, саған көп рахмет. Сен болмағанда мен көшедегі мына шалшық сулардың талайын жейтін едім. Жасың ұзақ болсын, шырағым. Осы кезде шалдың немересі күліп, ата, сіз әнеу күні бұны құйрыққа оңдырмай ұрып жіберіпсіз ғой, деді. Қашан? Әнеу күні шие үзейнеп жатқанда. Шалдың үні бітіп қалғандай болды. Балаға тесіле қарап тұр. Олжас, сюжеттің дамуын өз болжамымен жалғастыр. Әй, сол сен бе едің? Иә, мен едім, атай. Сіз сонда оңдырмадыңыз мені. Шал баланы құшақтап бауырына қысты. Кешір, айналайын. Мен сені ұрайын деп ұрған жоқпын ғой, өзіңе болды. Тұра қашпай-ақ нетсең де кешіріп сұрасаң да тимеймін ғой.
Ата, сіз де кешіріңіз. Үйге келгеннен кейін шал немересінен сұрады. Аты кім жаңағы бала? Аты Мәулен. Сабақты қалай оқиды? Сыныбымыздың ең бірінші үздігіміз, деді Саша. Қап, бекер ұрған екем. Бәсе сондай үлгілі бала екені білініп тұр. Сотынақ бала болса сол таяқ жеген бетінде менімен өштесіп кетер еді ғой. Ал мынаны қарашы, қайта маған жақсылық істеп, балшыққа түсірмей үйіме ертіп әкеле жатыр. Дегенмен көргендігінің аты, көрген дау шіркін. Жақсылыққа жақсылық әр кісінің ісі деп халық тегін айтты дейсің бе? Бердібек Соқпақбаев. Түсіндірме сөздік, көргенділік, тәрбиелілік, қорыну сақтану, бейтаныс, таныс емес бөтен. Үшінші тапсырма, мәтінді оқылған кезде қандай сезімде болдың? Мәтінді оқылған кезде тәртіпсіз болмау керек екенін, жақсылық жасаудың қандай екендігін түсіндім. Мәулен атайдан неліктен бірден кешірім сұрамады? Мәулен атайға көмектесті. Түсіндір. Мәулен қарияға неліктен көмектесті? Мәулен кімге болса да көмектесер еді. Б жауабы дұрыс. Алтыншы тапсырма, қарияның көргендігінің аты көргендау дегенді қалай түсінесің? Қарияның көргендігінің аты көргендау деген тәрбиелі отбасынан екендігін білдіреді. Мәулен тәрбиелі әдепті бала. Бағала. Жетінші тапсырма, Мәулен осы сөзге лайық па, не себепті? Мәулен осы сөзге лайықты, себебі ол тәрбиелі бала. Сәйкестендір. Мәтінге сәйкес келетін суретті анықта. Мәтінге бірінші сурет лайықты, себебі Мәуленнің шашы жоқ тақырбас бала еді. Оқы. 9-шы тапсырма, мәтіндегі негізгі ойды білдіріп тұрған мақал мәтелді дауыс ырғақпен ерекшелеп оқы. Жаманға шөп батады, жақсыға сөз батады. Қорытындыла. Әңгімеден қандай ой түйдің? Әңгімеден жақсылық жасаудан ешқашан қол үзбейік деген тоқтамға келдім. Үйге тапсырма, адамгершілік тақырыбына мақал мәтелдер жазып келеміз. Адамгершілік болмай, әділдік болмас. Адамның ұяты бетінде, адамгершілігі ниетінде. Кең болсаң, кем болмайсың. Адамгершілік адалдықтың белгісі. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.